Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Нұрсейіт Жылқышыбай дейтін атақты журналист бар. Қазірше бұл журналистің биліктің адамы ма, жоқ шынайы, ашық ойлы, еркін ойлы, ұлтшыл азамат па, бірдеңе айту әлі ерте. Бұл азаматымыз қазірше Қазақстандағы шектеулі ақпарат еркіндігін пайдалана отырып, Қазақстанның құзыретті органдарының меңгеруіндегі құзыретіндегі ұлттық арналарда, телеарналар мен радиоларда айтыла бермейтін сұхбаттарды ашыққа шығарып жүргенімен танымал жігіт. Әрине білесіздер, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті ол ақшамен, бопсамен сынбағанды сындырады, иілмегенді иілдіреді. Сол арқылы 30 жыл халықты өзінің айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізтіп отырғанын білесіздер. Нұрсейіт Жылқышыбай бауырым қазірге дейін мен сыйлайтын бауырларымның бірі. Бірақ бір күні аяқ астан атып шығып, елбасы жасасын, Нұр Отан әйей деп шыға келсе таңырқамаймын. Себебі біреуді інісімен, біреуді ағасымен бопсалайды, біреуді әйелмен бопсалайды, біреуді сұлу қызбен бопсалайды, біреуге ат беріп, атақ беріп, мансап беріп бопсалайды, біреуге ақша беріп бопсалайды. Сондықтан кем дегенде бұл азаматқа мен қазірге дейін сенім білдіре аламын. Ал ертең сатылып жатса таңырқамаймын. Себебі өмір солай. Егер Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті сол советтен қалған НКВД, КГБ-ның сол бопсалау, сындыру, үрейлендіру, қорқыту, сол технологиясын шегіне жеткізіп пайдаланбағанда, қазақ халқы да 30 жыл бойы осы құлдық қамытын киіп отырмас еді. Әлемнің өзге елдері сияқты бақытты баяшат өмір сүруге толық қақылы еді қазақ халқы. Өкінішке орай, ұлтымыздың зиялылары, ұлтымыздың көшбасшылары қазақтың сөзін сөйлейді деп жүрген азаматтарының дені мансапқа, таққа, атқа, атаққа, төсбелгіге, медалға, өрденге, сұлу қызға, тегін берілетін үйге, жерге сатылды, алданды, бопсаланды, сатылмағаны, алданбағаны атылды, қудаланды. Сонымен қазақ халқы 30 жыл бойы қазір міне шер, ас, киер, киімге жармай, үрерге иті, сығарға биті жоқ, арқеті арша, борбай еті борша болып отырғаны содан. Құдай қазақ жерінің асты мен үстіне байлықты нығап бергенімен, одан қазаққа пайда тимей отырғаны да сол себепті.